декретте ауылда отырып даму мүмкін емес. Мен ауылдамын, ешқандай мүмкіндік жоқ. Қайдағы қаладағы әйелдер сияқты өсу қайда деп ойласаңыз қателесесіз. Мен бұл пікірмен мүлдем келіспеймін. Қазіргі уақытта барлығы дамыған заман, тіпті ауылда да. Егер сіздің қолыңызда мына видеоны көріп отырған телефон болатын болса, онда сізге дамуға болады. Және де мүмкін сіз айтуыңыз мүмкін, менде единица жоқ, мегабайт жоқ, ақша жоқ деген сияқты. Мен сияқты Wi-Fi мен кіріп отырсаңыз да болады. Тегін ақпараттар толып тұр. Ютубта да бар, кітаптарда да бар. Сіз подкасттар тыңдай аласыз, мысалы ютубтан, инстаграмнан біреудің өмірін, тиктоктан біреудің мәселесін, проблемасын листать етіп отырғаннан көрі өзіңізге уақыт бөліңіз. Біз уақытым жоқ, қайдағы бала шаға, үйдің тіршілігі, келінмін, анамын, біреудің әйелімін деген сияқты өзіңізді өзіңіз шектеп тастағансыз. Мүлде олай емес, сіздің өзіңізге уақытыңыз жоқ емес, сіз өзіңізді ең соңғы орынға қойып қойғансыз. Әрине бұл сізге ауыр естілуі мүмкін, бірақ дәл солай. Себебі уақытты өзіңізге табу үшін золотой час деген бар. Яғни ол бәрімізге банально естілетін таңертең ерте тұру. Ерте дегенде сағат 4-те 5-те 6-та тұру ал демеймін. Лажы болса, мысалы сіздің үйіңіздегі адамдар нешеде оянады? Мысалы 7-те оянуы мүмкін, себебі қазір күн кеш атады деген сияқты. Сіз сағат 6-та тұрыңыз. 6 мен 7-нің арасында сіз біраз нәрсеге үлгересіз. Мысалы мен өзімнің өмірімнен келтіретін болсам, мен бала еміземін, 3 баланың анасымын, декреттемін, ауылдамын. Бірақ мен осы 1 сағаттың аралығында өзіме көңіл бөлуге тырысамын. Себебі мен энергияға қуатталуым керек. Мен өзімді дамытуым үшін, өзімнің өмірімді жақсарту үшін маған энергия және уақыт керек. Сондықтан мен энергиямды көтеру үшін, өзімдегі энергияны таусылмайтын, сарқылмайтын ету үшін мен өзіме уақыт бөлуім керек. Және де бұл сізге де арналады. Алла тағала таңертеңгі уақытты сондай берекелі етіп, энергияға толтырып қояды бізді. Таңертең таң намазының уақытында оянатын болсақ, сол кезде, мысалы, зерттеулерге қарайтын болсақ, осы адам ұйықтан оянған кезде 70 мың клетка қайта қалпына келеді екен. Яғни сіздің организміңіз жаңа күнге, жаңа өмірге толығымен дайын. Алла тағала осылай сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, осылай сізге сый ризық беріп қойған. Және де ұйқыңыздан тұрған кезде ең бірінші телефонға жүгірмей, біреудің нәрсемесін оқуға асықпай, жан таласпай, бір тірлікті бітіруге, тамақ істеуге, ыдыс жууға, үй жинауға кіріспей тұрып, өзіңізге уақыт бөліңіз. 1 сағат қана уақыт. Оны золотой час деп жаңа айтып кеттім, алтын уақыт. Ол уақытта сіз рухани өзіңіздің өсуіңізге уақыт бөлсеңіз болады. Мысалы, мен өзімнің мысалымды келтіре кететін болсам, мен таңертең сағат 6-да оянамын, таң намазымды оқимын және йогамен айналысамын. Йога болғанда растяжка жасаймын, денемді созамын, босатамын. Осы жаттығу менің энергияға толы болуыма көмектеседі. Яғни мен ұйқымнан оянғандай сезімде боламын. Және де осы зерттеулерге қарағанда, зерттеулер айтып өткендей, мен көбінесе оқимын, түрлі нелер тыңдаймын. Сол кезде естігенім, осы йога, растяжка немесе бір физический бір нагрузка секірсеңіздер, жаңа приседание жасасаңыздар, бұл бір кофенің сізді оятатындай әсер қалдырады екен. Сондықтан осындай нәрсені ұмытпай өміріңізге енгізіп қойыңыз. Келесі нәрсе бұл планировка. Бүгінгі күнді жоспарлаңыз. Мақсатсыз адам бұл бос үстел деп айтады. Себебі оны кез келген адам пайдаланып кетуі мүмкін. Яғни кез келген адам ол үстелге отыра салуы мүмкін. Өзінің для комфорта, мысалы өзін жақсы сезіну үшін деген сияқты. Өзінің проблемасы, мысалы біреуге проблемасын айтса, соның проблемасына қарай жүгіріп кетіп,
біреу сізге өтінішін айтса соның өтінішіне қарай жүгіріп кетіп деген сияқты сіздің өзіңізге уақытыңыз жоқ, себебі сіз өзіңізді ең соңғы орынға қойып қойғансыз. Міне осы әңгімеден басталады. Сол үшін өзіңізге уақыт бөліңіз деп осы сөзді айтудан мүлдем жалықпаймын, себебі бұл видео сол туралы. Келесі нәрсе, планировка жасағаннан кейін Алла тағалаға шүкіршілік айтыңыз. Шүкіршілік бұл айтады ғой, жоғарғы вибрациялар дейді, жаңағы квантовый физика, психологияда барлық нәрседе адам жоғарғы вибрацияда болса, ол жаңағы соған сай магнит тәрізді болады, өзінің қалаған нәрсесін тартады деп айтады. Ал ең жоғарғы вибрация бұл осы шүкіршілік, благодарность екен. Яғни Алла тағала көзіңізді аша сала, я Алла, бүгін аяқ қолым сау болып, еш жерім ауырмай, бала шағам қасымда, жағдайым жақсы болып оянғаныма шүкір, маған тағы да бір мүмкіндік беріп тұрсың, тағы бір күн міне өмір сүрейін деп тұрмын, жаңа күн болып тұр бүгін деп, солай өз-өзіңізді қайта бағдарлауыңыз керек. Кешегі проблеманы ойламаңыз, мүлдем негативный жағдайларды есіңізге түсірмеңіз. Бұл наоборот сіздің энергияңызды төмен түсіреді және сливать етіп тастайды. Яғни сливать етіп деген төгіп тастайды энергияңызды. Сондықтан шаршап жүресіз. Және де Алла тағалаға шүкіршілік айтып, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтыңыз. Салауаттың пайдасын барлық жерден көріп жүрген шығарсыз, естіп жүрген шығарсыз, бірақ бұны Алланың разылығы үшін деп іштей ниеттеніп қойыңыз. Ол сразу сіз Алланың разылығы үшін деп аузыңызбен айтқанмен жүрекке жетпеуі мүмкін, бірақ жаңағы айтады ғой, мұсылман болу әсте-әсте, кәпір болу бір пәсте деп. Сондықтан жайлап осылай өзіңізді үйрете берсеңіз, ол сіздің әдетіңізге айналып, жүрегіңізге бір күні болмаса бір күні тамшы тас жарады, тас жармаса бас жарады демекші, ол сіздің жүрегіңізге түседі. Келесі нәрсе, бұл кітап оқу. Қазіргі заманда білім алу өте оңай. Сіз тіпті телефоннан да білім алсаңыз болады. Подкасттар, аудио кітаптар тыңдау арқылы, мысалы ақшаңыз болмаса кітап сатып алуға, әртүрлі пайдалы болатын негативный нәрселер емес, біреудің өмірі, біреудің тағдыры емес, өзіңізге пайдалы болатын саморазвитие туралы, тұлғалық даму туралы әртүрлі, мысалы өзіңізге психология жақын болса, соны оқып деген сияқты, солай өзіңізге хобби, өзіңіз ұнататын нәрселерді іздестіріп, қарастырып, өзіңіздің қабілетіңізге сай нәрсе табуыңызға болады. Келесі, бұл мен негізінде өзімнің өмірлік сферамды колесо баланса деп атайды. Солай бөліп қоямын. Мысалы, денсаулыққа таңертең йога, растяжка, витаминдерімді ішу, таңертең жылы су ішу деген сияқты осылай денсаулық категориясына осы тізіп қоямын. Екінші нәрсе, бұл бізде мистерге түсінбей, мысалы, көрсетсем не болады. Мысалы, мен былай бөліп тұрмын, денсаулық деген өзімнің именно көрсете салайын, оңай болу үшін. Мысалы, таңертең жылы су ішу, таңертең растяжка жасау, витамин қабылдау, медитация жасау, магний қабылдау, тіттірей, көп нервы жетпеу, ашуланбау, уақытылы тамақ ішу, аузымды сумен шайып тұру, тісімді күнде жуу деген сияқты барлық нәрсені, қолыма, денеме, бетіме уақыт деген сияқты барлық нәрсені осылай жазып қоямын. Келесі, бұл интеллектуалды IQ деп. Мысалы, осындай кітап оқимын. Джо Диспенза, «Разум или плацебо», Наполеон Хилл, «Думай, богатей, атомные привычки». Әртүрлі курстарымды, оқитын кітаптарымды осылай жазып қоямын интеллектуалды. Келесі, мысалы, ақша жағынан келетін болса, депозит ашу, инвестициямен айналысу деген негізгі пландарымда бұл. Әртүрлі ақшаға қатысты хотелкаларымды жазу, қандай покупка жасаймын, соның бәрін жазамын, садақа беру деген сияқты. Келесі, бұл отбасы. Отбасыда, мысалы, балаларыма осынша уақыт бөлемін, тамды тіске бастар дайындаймын, витаминдерін уақытылы беру, киімдерін уақытылы жуу, раздевашка ойыншықтарын алу, бастарын қарау деген сияқты, мысалы, қыз балалар болатын болса, күнде құшақтау, жылы сөз айту, үнемі олар үшін дұға тілеп, жақсы тілектер айту, жолдасымды құрметтеу, солай
осылардың барлығы міне осылай жазып қоямын. Босатамын яғни. Және покупка деген бөлім бар. Покупкаға өзіме не алғым келеді, хотелкаларды жазып қоямын. Мысалы кітап, Джо Диспенза деген, әртүрлі пижама, тапочка деген, курс, қандай курс алғым келеді. Мысалы осындай қызыма астыңа домик аламын, әлемге столик деген сияқты. Ешаға бір сыпыра киім, өзіме тоналка туш деген сияқты нәрселердің бәрін жазып қоямын. Не керек, главное. Мысалы мен жаңа YouTube бұл менің жұмысым, бұл өзім хоббиім болады, сондықтан оған да тоже жазып қоямын. YouTube'ға осындай тақырыпта сценарий жазамын. Ұзақ видео, шортс видео, қандай тақырыпта болады, қай уақытта не істеймін деген сияқты соның бәрін жазып қоямын. Келесі менде иншалласы мен план дейін жазып қоямын, себебі өзімнің миымдағы әртүрлі олай істеу керек, былай істеу керек деген сияқты чувство вины болмайды, уақытылы бәрін жасауға өте тиімді. Шаруасына жазамын, аптасына бір рет киім уборка, айына бір рет холодильник және кухня шкаф жуу, айына бір рет батарейка сүрту, аптасына бір рет айнаның бетін сүрту, 2 айда бір рет люстра жуу, жаңағы полкаларды ретке келтіру, газ бен шайнектің бетін сүрту, осыларда киімді қай уақытта, киімді аптасына 2 рет жуу деген сияқты осылардың бәрін жазып тізіп қоямын үй шаруасы деген бетке. Және де дәл қазір не істеуім керек, для меня самый важный болып тұрған нәрсе қайсы? Осы апта, осы уақыт күннің ішінде дедлайн дейді ғой, не істеуім керек, соны бір бетке жазып қоямын. Мысалы, мен мынаның бәрін жасап қойдым. Миымдағы нәрселердің бәрі осы қағазға түсіп, содан кейін менде кәдімгідей басым босап, өмірім ретке келіп қалады. Сондықтан сізге айтатын техника, бұл фрирайтинг техникасы деп аталады. Осы техникада будильник қоясыз 15 минутқа, және жазасыз, бір дәптерді аласыз да, ойыңызға не келіп тұр, соның бәрін жазасыз. Ойыма ештеңе келмей тұр десеңіз, ойыма ештеңе келмей тұр, ойыма мынау келіп тұр, сонау келіп тұр, жаза беріңіз. Не миыңызға келеді, ештеңені миыңызға ұстамаңыз, бәрін қағаз бетіне түсіріп шығыңыз. Сол кезде миыңыздың қалай босап қалғанын сезінетін боласыз, және соған қарап сіздің ойыңызда не айналып жүр, қандай ой болып жүр, не миыңызда не таскать етіп жүрсіз, соның бәрін көз алдыңызға по полочкам келетін болады. Және де сіз біртіндеп осылай өміріңізді ретке келтіре аласыз. Және де менің қолданған жоспарларым бойынша өзіңіздің жоспарларыңызды жазып қойсаңыз болады. Міне осылай менің видеом аяқталды. Сізге ұнады деген ойдамын. Сіз қалада болсаңыз да, сіз далада болсаңыз да, сіз тұлға екеніңізді ұмытпаңыз. Және де өзіңізді жақсы көріңіз, сүйіңіз, қолдаңыз, жұбатыңыз, жылы сөз айтыңыз, және тоқтамаңыз. Сіздермен бірге болған Марал, келесі видеода көрсемін деген ойдамын. Және де бұл видео сізге ұнады ма, сол туралы астына комментарийға пікір қалдыра кетіңіз. Және сіз де декретте отырған анасыз ба? Егер де солай болатын болса, мен сіздердің үлпілдеріңізді күтетін боламын. Пока-пока. Чао-чао.